Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі. Мамандығы вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Пәні вагондар құрылысы. Арнайы пәндер оқытушысы Айтуганова Жансая Маратқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүк вагондарының типтері. Вагондар паркі теміржол көлігінің басқа да күрделі салаларының бірі болып табылады. Түрлі жүктер және жолаушылар тасымалын қамтамасыз етеді. Вагондардың заманауи паркі әртүрлі типтегі және қызметіне қарай құрылыс ерекшеліктерімен ажыратылатын вагондардан тұрады. Жүктерді тасымалдауға арналған теміржол жылжымалы құрамының бірлігі жүк вагоны деп аталады. Әмбебап вагондарда кең номенклатуралы жүктерді тасымалдайды. Әмбебап вагондарға есіктері бүйір қабырғаларындағы жабық вагондар, люктері еденде орналасқан жартылай вагондар, борттары бар платформалар, жалпы қызметтегі цистерналар және изотермиялық вагондар жатады. Әмбебап вагондардың бос жүруі аз, дегенмен тие түсіру жұмыстарына икемдер төмен, сонымен қатар көбінше оның жүк көтерімділігі мен шанақ сыйымдылығы толығымен қолданылмайды. Аталған вагондардың 5 типінде кең номенклатурадағы жүк тасымалданады. Ең әмбебап вагонға жабық вагон жатады. Арнайы вагондарда жүктің бір түрін немесе бір тектес бірнеше жүктерді тасымалдайды. Арнайы вагондар бұл мал тасымалына арналған жабық вагондар, төбесі жылжымалы рулонымен болады тасымалына арналған вагон, шанағы бітеу жартылай вагондар, автомобильдер, контейнерлер, орамдалған орман ағаштарын тасымалдайтын платформа, сүт, спирт, газ және химиялық өнеркәсіптік өнімдерін тасымалдауға арналған цистерна, тірі балық тасымалына арналған вагондар, цемент тасымалдағыштар және ерекше тасымалдауды талап ететін жүктерді тасымалдайтын вагондар. Өнеркәсіптік көлік вагондары жүктері өздігінен түсірілетін вагондар, самосвалдар, тау рудасы, өнеркәсібі мен көмір мекемелерінде, сонымен бірге басқа да өнеркәсіптік мекемелерде пайдаланатын жүк вагондары. Келесі суретте мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған цистерна және сұйытылған газ тасымалына арналған цистерна көрсетілген. Қызметі мен типіне қарамастан барлық вагондардың 4 негізгі элементі бар. Жүріс бөліктері, соққылы тарту құралдары, үшінші бөлігі тежегіш жабдығы және шанақ пен рама бөліктерінен тұрады. Вагонның жүріс бөліктеріне арбашаларды жатқызамыз. Жүріс бөліктері вагон қозғалысын рельстік жолмен бағыттайды және вагонның бір қалыпты жүрісімен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Соққылы тарту құралдары вагондардың өзара және локомотивпен тіркелуіне, олардың бір-бірінен белгілі қашықтықты ұстауға, сонымен қатар локомотивтен вагонға тарту күшін беруге және тіркелу немесе қозғалыс режимін өзгерткенде пайда болатын соққыларды жұмсартуға қызмет жасайды. Қозғалыс жылдамдығын реттеу үшін пойыз қозғалысына жасанды кедергі тудыру немесе пойызды тоқтату, сонымен бірге оны бір жерде ұстап тұру үшін қызмет жасайды. Жүктерді орналастыруға арналған вагон бөлігі шанақ деп аталады. Жүк вагондарының типтерін таңдау. Жүк вагондарының типтері мен параметрін дұрыс таңдау үлкен маңызға ие, өйткені ірі материалдық бағалықтарды рационалды шығындау, теміржол көлігіндегі еңбек өнімділігі осыған байланысты. Вагон типтерін таңдауда ерекше маңызды факторға жүк айналымының көлемі мен құрамы жатады. Ол өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық өндіріс сипатына негіздейді. Жүк айналымының құрылымына қарай вагон типін таңдау кезіндегі негізгі шарттың бірі жүктің сақталуын қамтамасыз ету. Сондықтан астықтан жасалған жүктер тоқыма, табақ, қағаз, полиграфиялық өнеркәсіптегі бұйымдар, жабық вагондарда, ал тез бұзылатын жүктер изотермиялық вагондарда тасымалданады. Вагон типін таңдауда тие түсіру жұмыстарын комплексті механикаландыру және автоматтандыру қамтамасыз ететін шарттарды сақтауға ерекше назар аудару керек. Қазіргі шарттар үшін еңбек өнімділігін көтеру қажет. Ауыр физикалық жұмысты жою керек. Қолданылатын механизмдердің вагондарға зияны болмауы қажет. Вагондардың типін таңдауда ең маңызды факторларға жүк айналымының көлемі мен құрамы жатады. Көптеген жүктерді басқа типті вагондарға қарағанда жартылай вагондарда тасымалдаған үнемдірек. Сондықтан еліміздің 50%-дан жоғары жүк айналымы осы вагондарға келеді. Қорытындылай келе, жүк тиеудің талдауы көрсеткендей, вагон паркі 5 негізгі бөлік вагондар типінен тұруы керек. Жабық,
жартылай вагон, платформадан, цистерна мен изотермиялық вагоннан. Көрсетілген 5 типті вагондар жүктердің кең номенклатурасын тасымалдайды, және осы мағынада бұл вагондарды әмбебап деп атауға болады. Ең әмбебап вагонға жабық вагондар жатады. Әмбебап вагондардан басқа тасымалдаудың ерекше жағдайларымен ерекшеленетін жүктердің кейбір түрлерін тасымалдауға арналған арнайы вагондар қолданылады. Яғни олар цемент, қышқылдар, сүт, газ, тірі балық және ауыр үлкен жүктер тағы басқа. Бұл жүктерді әмбебап вагондарда тасымалдау мүмкін емес немесе тиімсіз. Сондықтан паркте транспортерлар, цемент тасымалдағыштар, мал, тірі балық пен минералды тыңайтқыштар тасымалдауға арналған вагондар мен басқа да арнайы вагондар бар. Бақылау сұрақтары. Бірінші сұрақ: теміржолда вагондардың қызметі қандай? Вагон дегеніміз не? Үшінші сұрақ: вагон қандай элементтерден тұрады? Келесі сұрақ: жүк вагондар паркі қандай вагондардан тұрады? Және ең әмбебап жүк вагонын атаңыз.